Мен бүгін Алматы қаласының прокуратурасына барып, бір айдан бері жиналып қалған арыздарымның жауабын алып отырмын. Ол жерде әртүрлі мағынада жазылған 20 шақты арызыма прокурордың өз қолымен берілген барлығына бірдей мынандай жауап алып отырмын. Құрметті Серік Кәріпбек мырза, есіңізде болсын, прокурор халықтан жоғары тұрған адам емес, керісінше халықты заңсыздықтан қорғауға қойылған адам. Сіздің міндетіңізді заң анық жазып қойған. Әрбір заңның әділ орындалуын, әрбір адамның құқығын қорғау, тергеушінің, соттың, әкімнің теріс қылықтарын түзету, шындықтан қашқандардың емес, шындығы тапталғандардың жағында болу. Сотта мемлекет атынан айыптаушы ғана емес, әділдікті қорғау, әрбір жылаған халықтың көз жасына қарап тұрып, мен не істей алам деген сұрақты өзіне қою. Сот қателессе түзететін, тергеуші бұрмаласа тоқтататын, заң бұзылса жауапқа тартатын, әділді көрсе қайта тірілтетін сіздер. Сіз бір арызға заңды жауап бермесеңіз, сіз бір ғана адамның ғана емес, бір отбасының болашағын күйретесіз. Сондықтан есепке емес, шындыққа қараңыз. Қай жолды таңдайсыз, оны сіздің өзіңіздің ар ұятыңыз шешеді. Және ұяты бар, мейірімі бар прокурор елді түзетеді. Алдыңызға келген әрбір арыздың иесінің орнына өзіңізді қойып, ойланып заңмен әрекет жасайтын болсаңыз, отбасыңыздың, бала-шағаңыздың, тіпті елдің де алдында абыройлы болатыныңыз сөзсіз. Менің келесі арыздарыма әділдікпен қарайсыз деп сенемін.